Дәрігерлер больница болсын, үйде болсын, таңертең іштеп береді. Әр адамның давлениесі әртүрлі уақытта көтеріледі. Кейбір дәрі вообще көмектеспейді. Сондықтан әр адам дәрігерге сене бермей, өз жағдайына қарауы керек. Көбіне дәрігер бисопролол жазады. Егер пульс төмен болса, ол да жақпайды. Сондықтан әр адам дәрілерді ауыстырып отырудан қорықпау керек. Ағзаңыздың әрбір белгісіне мән беріп, қан қысымыңызды қадағалап, жүрек соғысын қадағалайтыныңыз өте мақтауға тұрарлық зат. Бірақ та бұл жерде айтып кететін заттар бар. Иә, біз дәрілерді көбінесе таңертең береміз, өйткені давление көбінесе таңертең көтеріледі, таңертең 4 пен 8-дің арасында. Бірақ та кез келген жағдайда давленияның дәрісін ішіп жүрген пациент қан қысымы күнделігін жүргізу керек. Сол күнделікті дәрігерге көрсету арқылы ғана давленияның дәрілерін уақытын ыңғайлап алуға болады. Екіншіден, гипертонияның дәрілері кейбіреулері қан тамырларды кеңейтуге бағытталады, кейбіреулері артық сұйықтықты шығаруға арналады. Сондықтан оның біреуін ішіп көмектеспейді екен деп екіншісіне көшу ол үлкен қателік. Оның артында рикошет синдромы тұрады. Рикошет синдром деген қан қысымы қайтымсыз көтеріліп кетеді, және де ол криз дер кезінде шешілмесе, ары қарай қауіпті асқынуларға дейін апаруы мүмкін. Келесі мәселе бисопролол. Иә, селективті бета-адреноблокаторлардың ішінен ең жиі берілетіні бисопролол, бірақ та тек көрсетілім бойынша. Ол давлениені емдеудегі бірінші линиядағы препарат емес. Егер де қосымша аурулар жоқ болса, жүректің ишемиялық аурулары немесе басқа да показаниялар болмаса, давление үшін ғана ол 4-ші немесе 5-ші кезекте қосылатын дәрі. Сондықтан бұл бисопролол негізгі және де бірінші кезектегі ем емес. Пациенттің өз денсаулығына деген жауапкершілігін сезініп, өз мойнына алғаны өте мақтауға тұрарлық нәрсе. Бірақ дегенмен де кез келген дәріні ішкен кезде ол ритмді қатты түсіріп жіберсе, давлениеге көмектеспей жатса, оны міндетті түрде дәрігермен ақылдасып қана бір ретке келтіруге болады. Тек тәжірибелі терапевт немесе кардиолог қана гипертонияның емін қосымша ауруларды есепке ала отырып, басқа да ағзалардың функциясын есепке ала отырып, нақты емді жақсылап жазып береді. Сондықтан денсаулығыңызды дәрігермен ақылдасып, бөлісіп қана бір ретте ұстап отыруға болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.